Қайырлы күн, балалар. Математика сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 106 бетін ашамыз. 53-ші сабақ шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыру деп аталады. Балалар, бүгін біз шамалардың бірліктерін түрлендіруді, мәндерін салыстыруды жалғастырамыз. Олай болса, бастадық. Бірінші, есепке назар аударыңыздар. Есеп шығара әдісін пайдаланайық. Көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой. Яғни балалар, біз ұзындықта нені еске түсіреміз? Ұзындық бірліктерін есімізге түсіреміз. Бірінші, кітап бетпелгісінің ұзындығы 5 не болады? Сантиметр болады. Өте дұрыс айтасыңдар. Сынып тақтасының ұзындығын 3, дәптердің ұзындығы 21, мектеп пен үйдің арасы 700 дейді. Міне осылардың көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қоямыз. Қанекей, демек, кітап бетпелгісінің ұзындығы 5 сантиметр, сынып тақтасының ұзындығы 3 сантиметр, дәптердің ұзындығы 21 сантиметр, мектеп пен үйдің арасы 700 метр екен. Балалар, сіздерде дәл осылай шығады деп ойлаймын. Өте жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке назар аударыңыздар. Екінші есеп. Тыңда, көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Демек, бұл жерде біз массаның бірліктерін пайдаланатын боламыз. Сөмкенің массасы 2, бір қап сәбіздің массасы 50, бір қапшық ұнның массасы 3 дейді. Енді осы жерде біз қандай масса бірлігін пайдаланамыз? Есімізге түсірейікші. Сөмкенің массасы 2 не болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Килограмм. Сөмкенің массасы 2 килограмм. Бір қап сәбіздің массасы 50 килограмм, бір қапшық ұнның массасы 3 килограмм болады, балалар. Жарайсыңдар, бәрекелді. Дәл осылай есепті шығарамыз. Олай болса, келесі үшінші есепке назар аударыңыздар. Тыңда, көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қой. Демек, бұл жерде біз уақыт бірліктерін пайдаланатын боламыз. Бір аптада 7, жаздың ұзақтығы 3, ұшақ 3 ұшты дейді. Демек, енді осы жерде берілген көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қоятын боламыз. Ал қане тексеріп көрейікші. Бір аптада әрине 7 күн бар. Жаздың ұзақтығы 3 ай. Себебі біз жазғы демалысқа 3 ай демалысқа шығамыз. Сондықтан біз жаздың ұзақтығы 3 ай екенін білеміз. Ұшақ 3 сағат ұшты. Яғни ұшақтар ол күн емес, сағат бойынша ұшады. Сондықтан ұшақ 3 сағат ұшты деп аламыз. Балалар, сіздерде дәл осылай шықты ма? Өте жақсы, жарайсыңдар, бәрекелді. Олай болса, келесі 4-ші есепке назар аударайық. Тыңда, көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қой дейді. Демек, шәйнектің сыйымдылығы, шелектің сыйымдылығы, қазанның сыйымдылығы неше литр екенін табамыз. Балалар, мәселен, шәйнектің сыйымдылығы 1 литрден басталады, немесе жарты литрден басталады. Мен қазірше 1 литр деп алдым. Шелектің сыйымдылығы да ол әртүрлі. 3 литрлік шелек болады, 5 литрлік, 8 литрлік, 12 литрлік шелектер болады. Мен бұл жерге 12 литрлік шелек деп алдым. Ал қазанның сыйымдылығы да дәл солай. 3 литрлік қазан болады, 5 литрлік, 6 литрлік, 7-8 литрлік қазандар болады. Демек, қазанның сыйымдылығы 8 литр деп алдым. Балалар, сіздерді дәл солай жазсаңыздар болады. Немесе өз ойларыңызбен кез келген шелектің сыйымдылығы мен қазанның сыйымдылығын, шәйнектің сыйымдылығын жазсаңыздар болады. Олай болса, келесі 2-ші тапсырмаға назар аударамыз. 5-ші есеп. Тор көздің орнына тиісті санды қой дейді. Демек, сантиметр неше метрге тең 1 метрге, қанша сантиметр неше метрге тең екен, қанша килограмм 1 центнерге тең екен, 1 сағат неше минутқа, 4
метр неше дециметрға, 37 сағат неше тәулік неше сағат болады, неше сантиметр 1 дециметр болады, 2 метр неше дециметр неше сантиметр болады, қанша ай 2 жыл болады, 300 килограмм, қанша центнерге тең 800 сантиметр неше дециметр неше метрге тең екенін табатын боламыз. Енді балалар, сіздер бұлардың барлығын біледі деп ойлаймын. Әрине, біз қазір жауабын тексеріп көреміз. Сіздер де өз жауаптарыңызбен сәйкестендіріп көріңіздер. Сонда, демек, 1 метріміз 100 сантиметрге тең екен. 100 килограммыз 1 центнерге тең екен. 1 сағатымыз ол 60 минутқа тең екен. 4 метріміз ол 40 дециметрге, ал 37 сағатымыз ол 1 тәулік 13 сағатқа. Бұны біз қалай таптық? Мәселен, 1 тәулікте 24 сағат болады. Демек, біз 37-тен 24 сағатты алып тастаймыз. Сол кезде бізде 13 қалады. Демек, бізде 1 тәулік 13 сағат деп есептейміз. Келесі 10 сантиметріміз ол 1 дециметр, 2 метріміз ол 20 дециметр және 200 сантиметр. Ал 24 айымыз болса, ол 2 жыл. Қалай сонда? Демек, 1 жылда 12 ай болатын болса, 2 жылда демек 24. Яғни 12-ке 12-ні қоссақ 24 ай шығады. 300 килограммыз 3 центнер болады, 800 сантиметріміз 80 дециметр және 8 метр болады екен. Балалар, сіздерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Есептеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Бәрекелде, жарайсыздар. Олай болса, келесі есепке назар аударамыз. Бізде келесі есеп, 6-шы есеп, салыстырамыз. Яғни 9 метр және 90 дециметрді, 700 сантиметр мен 8 дециметрді, 2 тәулік 3 сағат пен 29 сағатты, 800 килограмм мен 9 центнерді, 4 центнер мен 400 килограммды, 3 метр мен 200 сантиметрді, 200 килограмм мен 3 центнерді және 2 жыл 4 ай мен 30 айды салыстыратын боламыз. Енді қараңыздар, бұл жерде 9 метрді 90 дециметр екеуін салыстыру үшін 9 метрді дециметрге айналдырамыз. Сонда қалай болады? Демек, 9 метріміз ол 90 дециметр болады. Демек, бұл жерде 9 метр мен 90 дециметр екеуі тең екен. Кәне, көрейікші, тексеріп. Өте жақсы, дұрыс, сіздерді дәл солай деп ойлаймын. 700 сантиметр және 8 дециметр дейді. Бұл жерде, әрине, мына жерде кішкене қателік кетіпті. Яғни, бұл жерде 8 дециметр үлкен болады. Себебі 700 сантиметріміз ол қалай болады, балалар? 700 сантиметріміз ол, естеріңізге түсіріңіздерші? 700 сантиметріміз ол, жоқ, дұрыс, 70 дециметр болады, 8 дециметр одан кіші. Сонда бізде 70 дециметр, яғни 700 сантиметр үлкен болады. Келесі 2 тәулік 3 сағат, бұл жерде 2 тәулік 3 сағат және 29 сағатты салыстыр дейді. Демек, 2 тәулігіміз ол 24 сағаттан 2 тәулікте тағы 24, сонда 24-ке 24-ті қосса, қанша болады? 48, 48-ге 3-ті қоссақ, 51. Сонда, әрине, 51 сағат артық 29 сағаттан болады. Келесі 800 килограмм және 9 центнер дейді. Демек, бұл жерде да 800 килограммыз 8 центнер болады. Сонда 8 центнер кем 9 центнерден, балалар. Енді 4 центнер 400 килограмм дейді. Демек, бұл жерде 4 центнерді килограммға айналдыратын болсақ, 400 килограмм болады. Демек, бұл жерде екеуі тең екен. Келесі 3 метр және 200 сантиметр. Яғни 3 метрді сантиметрге айналдыратын болсақ, ол жерде не болады? 300 сантиметр болады, немесе
200 сантиметрді метрге айналдырсақ 2 метр болады. Демек, 2 метр кем 3 метрден болады. Келесі 200 килограмм және 3 центнер дейді. Демек, 200 килограммыз ол 2 центнер болады. Ол әрине кем 3 центнерден. Келесі 2 жыл 4 ай және 3 не дейді? 30 ай дейді. 30 ай артық деп қойғанбыз. Себебі бұл жерде 2 жылымызда 12 ай, 12-ге 12-ні қосатын болсақ 24, 24-ге 4-ті қосатын болсақ 28. Демек, сонда 28 ай және 30 ай. Әрине 28 ай кем 30 айдан. Балалар, сіздерде де дәл осылай шықты ма? Әрине солай шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар, бәрекелде. Олай болса, келесі есепке назар аударамыз. 7-ші есеп. Тыңда. Күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн және неше апта бар екенін анықта дейді. Демек, күнтізбені аламыз. Күз айларын есімізге түсірейік. Күз айлары ол қайсы айлар? Әрине қыркүйек, қазан, қараша. 3 ай бізде ол күз айларына жатады. Енді осы күз айларында неше күн бар дейді, және неше апта бар екенін анықта дейді. Біз бірінші күз айларын анықтадық. Енді күз айларында неше ай барын, неше күн барын анықтайық. Демек, қарасаңыздар күнтізбені. Қыркүйек 30 күн, қазан 31 күн, қараша 30 күннен екен. Демек, енді біз осы 30, қыркүйек, қазан, қараша айының күндерін қосамыз. Сонда 30 қосу 31, қосу 30 тең 91 болады, балалар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Демек, енді неше апта дейді? Әр айда 4 апта, 5 аптадан келеді. Сонда бізде қанша ай болады екен? Апта болады екен? 13 апта болады екен. Демек, жауабы күз айларында 91 күн және 13 апта бар екен. Балалар, сіздерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Бәрекелде, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке назар аударыңыздар. Келесі есеп, кім жылдам тездетіп айтып жібереміз. 9-шы есеп. Тыңда, өрнектердің мәніне сәйкес әріптерді кестеге қойып, Қазақстанның батысындағы қаланы тап дейді. Бізде берілген 38 азайту 17, 24 қосу 39, 91 қосу 1, 80 азайту 23, 37 қосу 17 деген өрнектер мәні берілген. Енді осы өрнектердің мәнін сәйкестен әріптерді қоятын болсақ төменге, онда бізде Қазақстанның батысында қаланың аты шығады екен. Қане тексеріп көрейікші. 21. Яғни бұл жерде не болады екен? Атырау деген қаланың аты шығады екен. Балалар, сіздерді дәл осылай бірден тапты деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Бәрекелде. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. 10-шы тапсырма, кішкене бұл бас қатырма. Егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігүні қандай күн болады дейді. Кәне балалар, ойланайықшы. Кеше сейсенбі. Ал бүгін сәрсенбі. Ертең бейсенбі. Бүрсігүні қандай күн болады сонда, балалар? Демек, жауабы бүрсігүні жұма болады. Жарайсыңдар, бәрекелде балалар. Яғни, кеше сейсенбі, бүгін сәрсенбі болса, ертең бейсенбі, бүрсігүні жұма болады екен, балалар. Бәрекелде балалар, өте жақсы, жарайсыңдар. Есеп бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасын айта қояйын сіздерге. Үйге тапсырма 8-ші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендіреміз. Яғни 3 дециметрді 7 сантиметрді сантиметрге, 2 тәулік 4 сағатты сағатқа, 1 сағат 16 минутты минутқа, 2 жыл 7 айды айға, 5 метр 4 дециметрді дециметрге, 29 сағатты тәулік және сағатқа түрлендіретін боламыз. Балалар, бұл жерде әрине біз өлшем бірліктерін өте жақсы білуіміз қажет. Қанеке біз барымыз отырып тексеріп көрейікші.
Яғни 3 дециметр 7 сантиметр, ол әрине 37 сантиметр болады. 2 тәулік 4 сағат, ол 52 сағат. Яғни бұны біз қалай таптық? 2 тәулікте ол 1 тәулікте 24 болса, 2 тәулікте 48. 48-ге 4-ті қостық. 48-ге 4-ті қоссақ 52 сағат шығады екен. Келесі 1 сағат 16 минут. Ол 1 сағат 16 минутты минутқа айналдырғанымызда 1 сағатта 60 минут болады. 60 минутқа 16 минутты қоссақ 76 минут шығады. Келесі 2 жыл 7 айды айға түрлендірген кезімізде 2 жылда бізде яғни қанша ай болады? 1 жылда 12 ай болса, 2 жылда 24 ай. 24 айға 7 айды қоссақ 31 ай шығады. Келесі 5 метр 4 дециметрді дециметрге айналдыратын болсақ, яғни 5 метріміз ол 50 дециметр болады. Сонда 50-ге 4 дециметрді қоссақ, 54 дециметр шығады екен. Келесі 29 сағатты тәулік және сағатқа айналдырамыз. Сонда бір тәулікте 24 сағат болады. Демек, 29-дан 24 тәулікті сағатты азайтамыз. Сонда бізде 5 сағат қалады. Демек, сонда бір тәулік 5 сағат болады екен, балалар. Балалар, үйге тапсырма осы. Сіздер осы сабақта шамалардың бірліктерін түрлендіруді, мәндерін салыстыруды жалғастырып үйрендіңіздер деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі біздің математика сабағымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.